Сәлем баршаңызға, мен Ақерке, сіздермен өте керемет болып шығатын, ауызда еритін итальяндық тирамису тортының рецептімен бөліспекшімін. Жасалу жолы оңай әрі пешсіз пісірілетін осындай торт жасағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен суымызды қайнатып және оны суытып, үстіне кофе қосып араластырамыз. Дайын болған кофемізді шетке алып қоямыз және де крем дайындайтын боламыз. Креміне 33 немесе одан жоғары пайыздағы сливкиді қосып, миксердің көмегімен жақсылап бір шайқап аламыз. Жақсылап шайқалған сливкиіміз қоюлана бастайды. Оның үстіне қант ұнтағын 2-ге бөліп салып араластыратын боламыз. Және осының үстіне өте керемет дәм беру үшін маскарпоне ірімшігін міндетті түрде қосу қажет. Мен 500 грамм маскарпоне ірімшігін қостым және де 100-150 грамм творожный сыр қостым. Және де миксеріміздің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдыққа дейін жақсылап шайқаймыз. Міне бізде осындай қою крем пайда болады. Жақсылап тағы да бір шайқау қажет. Қараңыздар, өте қою дәмді крем пайда болды. Келесі бізге қажет савоярди печеньесі. Осы савоярди печеньелерін пайдалана отырып, біз тортымызды құрастыратын боламыз. Осындай тарелкеге кальцонымызды салып, жанына осылай кремді дөңгелектеп жағып шығамыз. Ол біздің тортымыздың қозғалып және бір қалыпта ұстауы үшін қажет болады. Міне осылай мен кремді жағып шықтым. Келесі савоярди печеньелерін қант ұнтақты бетін сыртына қаратып, осылай кальцонның бойымен дөңгелектеп қойып шығатын боламыз. Және де ортасына савоярди печеньесін кофеге көп емес, жай ғана бір батырып, тарелкенің ортасына жайғастырып шығатын боламыз. Міне печеньелеріміз жайғастырдық. Оның үстіне кремімізді қосып, жағып шығамыз. Кремімізді жақсылап жағамыз және де қайталап осы печеньелерімізді орналастырамыз. Міне дәл осылай печенье крем етіп орналастырып шығатын боламыз. Ең үстіңгі бөлігіне кремімізді көбірек саламыз. Ол өте керемет дәм беретін болады және жақсылап тегістеп шығамыз. Және де бетіне сәндік үшін какао ұнтағын осылай әдемілеп сеуіп қойсаңыздар да болады. Міне тортымыз дайын болуына шақ қалды және мен осындай таңқурайлармен әсемдеп шықтым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша құлпынаймен, басқа да шоколадты түрлерімен әсемдеулеріңізге болады. Лентаның көмегінен осылай әдемі етіп байлап әсемдеуге болады. Бұл торт дәл ресторандағындай дәмі керемет болып шығатынына кепілдік беремін. Жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.